Саусақтарыңыздағы сурет сіз жайлы не айтып бере алады? Саусақтағы өрнектерді зерттейтін ғылым дерматоглифика деп аталады. Бұл ғылым саусағыңыздағы суреттердің мінезіңізбен, сондай-ақ әдебіңізбен қандай байланысы бар екенін түсінуге көмектеседі. Ілмек тәрізді сурет. Европалықтардың басым бөлігінің саусағында бар. Бұл сурет адамның салмақты әрі байыпты мінезі бар екенін көрсетеді. Мұндай адамдар сын сағатта бейжай қарай алмайтын. Достар қатары тез көбейтіндердің санында. Олардың жауапкершілігі бар. Барар жерге ешқашан кешікпейді, алайда бастамашыл қасиеті жоқ. Мұндай адамдар жаңа сезімдер мен мәліметтерді негізінде басқа адамдармен байланысқа түсу арқылы алады. Олардың эмоциясын оқып қою оңай, себебі олар ашық адамдар. Денсаулықтары да жақсы, тіпті жақсы дамыған десек те болады, алайда олар бала кезде көп ауыратын болған. Ілмек суретті адамдардың мінез құлқы сангвиникке келеді, жалықтыратын және жалғыздылықты жұмыстан безеді. Егер ілмек сурет барлық саусағында болса, бұл оның қиялының аса дамығанын, кейде тіпті өмір шындығына жанаспайтын ойларды көп ойлайтынын да көрсетеді. Мұндай адамдар жайлы қойдай қоңыр, қозыдай момын деген мақал бар. Саусағында осындай суреті бар адамдардың әрқашан энергиясы тасып тұрады. Олар өзіне өте сенімді. Сенімділік бар қасиетінен көрінеді. Еңсесін тік ұстауы, жүрісі, тәртібі, ым-ишарасы. Оларды бір алған бетінен қайтару мүмкін емес. Қателескенде мойындату оңайға соқпайды. Олар әр жасаған шешімін соңына дейін дұрыс деп дәлелдеуден шаршамайды. Нақты ойлау жүйесі бар. Қоршаған кеңістіктегі өзгерістерге бейімделу мәселесінде мұндай адамдар тығырыққа көп тіреледі және айналасындағы адамдардың пікіріне мойынсынуды да білмейді. Бар ой-өрісі қарапайым әрекеттерден туындап отырады, алайда алға қойылған тапсырманы орындау үшін өзге адамдардың көмегіне жүгінуді әдетке айналдырған. Саусақ ізінде иін суреті бар адам холерик, шығармашылық түзеді, ым-ишарасы анық, әртістігіндей болады. Қиын сәттерде ол көрінген іспен айналыса жөнеліп, осылайша өз назарын басқаға аударуға бейім. Қарым-қатынаста ерекше биязылықты суқаны сүймейді, дегенмен өте адал дос әрі ешқашан сатып кетпейді. Саусағында ирек сықтар бар адамдар ашушаң келеді, қайтымы тез адам. Шығармашылық дарыны бар, қабылдауы жақсы, тез үйренеді және кез келген оқиғаны сараптап отырады. Бірнеше істі қатар бастап, орта жолда тастап кетеді және қызығушылығы жоғалады. Психикасы тез қозғыш, тұрақсыз, көңіл күйін тап басып айту қиын, өз сезімдер мен ойым қайғысын ішке жасырады. Жалғыз болуға және өз-өзіне есеп беруге құмар. Көп жағдайда өзіне көңілі толмайды, күмәні көп адам. Негізінде сезім ішкі ойдан туады, ал мәліметі жазбаша хаттар деректерінен алады. Ирек сықтар бар адамның темпераменті флегматик. Сөйлеген сөзі анық емес, жай әрі баяу шығады. Сол немесе оң қолдарындағы сұқ саусақта ирек болса, онда мұндай адамдар туа бітті ойшыл келеді. Бағдарламалауға, заңгерлік іске және ғылыми жұмыстарға бейімділігі бар. Жалпы қорытынды жасар болсақ, саусағында ирек суреті бар адамдардың мінезі ауыр, қолынан не келетінін біле бермейтін адам. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.